для нас очень важный день. К нам пришли все те, кто создавал этот хор таким, какой он есть сейчас. С кем-то мы уже вместе виделись, работали, с кем-то мы видимся сегодня впервые, так знакомы только через рассказы. Вот, я очень рада, что вы пришли сегодня к нам, что мы можем наконец-то познакомиться, потому что вы вложили очень много своих сил, своей поддержки в этот коллектив, и это до сих пор слышно в каждой репетиции, то, как сильно этот коллектив дружен, то, как вы сплочены друг с другом, и все это заложили вы. Вот, спасибо вам большое, что вы смогли сегодня сюда прийти, и мы можем выразить вам нашу благодарность. Вы навсегда часть этого коллектива. Спасибо вам большое. Я руковожу этим коллективом уже 3 года. Вот. Ну, собственно, что могу сказать? Мы также стараемся продолжать давать какие-то концерты, быть такими же дружными, всегда оставаться на связи, поддерживать друг друга, любить друг друга, ценить все вложения, которые мы привносим все. Вот, что могу еще сказать? Не знаю, тут, наверное, вы лучше скажете, как вам со мной работается. Вот, но я думаю, вы замечаете, вот каждую репетицию я очень часто говорю, как я сильно их люблю. Вот, не дадут соврать, правда, это так и есть. Вот, очень рада, что мне повезло работать с таким коллективом, как Көзкөргендер. Құрметті ағалар, енді біздің Көзкөргендер атынан құттықтау сөз Ермек аға. Осы кісімен бірге жүрдіңіз, ансамбльдің басынан аяғына дейін, одан кейін Құралай апайымыз бір сөз айтады, біздің атымыздан осы 2 кісі сөйлесе жетеді ғой деп ойлаймын. Дұрыс. Құрметті біздің қонақтар, ағаларымыз, апаларымыз, Көзкөрген ағаларымыз, өнер адамдары. Осы бүгін міне көбін бір жақсы бір мереке болып отыр. Енді осы ел міне 15 жыл болыпты. 11-ші жылы бастаған Көзкөргендер ансамблі. Көп ағаларымыз енді өмірден өтті, енді иманбайлығын берсін. Енді бұл кісілер енді осы Көзкөргеннің іргетасын қалап, бірінші осы ыстығына да, суығына да көріп, сол мен айтайын, мен өзі Қарағандыда, жастық шағым Қарағандыда өтті. Сондықтан мұна мәдениет үйін өте жақсы білемін. Мұнда қазақ коллективі, оның ішінде хор деген вообще болған жоқ. Мұна біздің Қазақстанымыз тәуелсіздік алған сол 90-шы жылдары енді ағаларымыз бәрі ауылдан енді қалаға қарай жылжыды ғой. Содан осында өнер адамдары бәрі жиналып, әр ауданнан Қарқаралы, Егінді бұлар, осы Қарағандының маңайына Қартығаш апамыз бастап, енді осы білесіздер әлі көбісі Оракендер бар, осы бастап сол құрылды 11-ші жылы. Жақсы пьесалар қойып жүрді, сондай. Енді біздің Оракенді енді жеке айтуға болады, мен өзі Қарқаралық болған соң айтып отырмын. Енді атақты салтанат ансамблін білесіздер, 70-ші жылдары соны Францияға барып келген, Францияға Оракенге барып келді. Соның әншісі болған. Ол кісі қарапайым адам, бірақ өнер дегенде өте биік дәрежеде. Біздің атымыздан ескерткіш болсын деп, осындай сыйлық алдық. Мінекей, мынандай Орал ағаға артында мынандай жанында бұздық. Орал аға, сізге ескерткіш Көзкөргендер халықтық ансамблі ұжымынан Қарағанды қаласы сәуір 2026 жыл деп жазу. Барлығымыздың осындай сөз тек қана аттарын ғана өзгерттік. Бұл ескерткіш болады деп ойлаймын. Ағаларының балалары, балаларының балалары, немере шөберелері бәрі бұны тастамайды. Осы Көзкөргеннің кім екенін біледі. Аталарының, апаларының Көзкөргенде ән айтқандарын біледі. Ешкім ұмытылмайтын ескерткіш деп ойлаймын. Кетіпбай ағатай мінекей сондай жазуы бар. Кетіпбай ағатайға арасында
да мынакей балалары ойнайды, арасында стаканы бар, бөтелкесі бар, соны ішіп отырады. Тоқташ ағамызға, біздің Тоқташ ағатайымызда шапан деген жедерін жан море шығар, бір шапаны бізге бермейді әйтеуір. Осындай сізге сыйлық, ішіне су құйып алып ішіп отырасыз. Мінекей, сізге әдемілеп бір черно-белый жазды. Қыздарымызға мынандай сағат артында жазуы бар. Бикен апай, Тұрған апай деп түгілді, жазу жазбақ, көрінеді де қалмасын. Тексі жанағындай. Бір-екі қысқаша өздеріңізді білдіруге болады. Бұл көзкөргендердің тарихын айтып жатудың қажеті жоқ. Осы коллективке ұйымдастырушы да алғашқы несінің бәрін арасында жүрген азаматтарымыз. Сондықтан соны жалғастырып отырған азаматтарға, қыздарға сендіріп көп. Осыны жалғастырып, өзіміздің Қарағанды облысының қазақ халқымыз ансамбльдердің ішінен ерікті республика бойынша үш орын алады. Ансамбль, оның духы үш уақытта жойылмайды. Соның мүшелері мына сіздер, жастар жалғастыра беріңіз. Сағынып, бәріңді бір көргім келіп жүреді. Оған енді мүмкіндігім болмады, енді ауру қандай бой бермейік десек те жеріңді. Енді әйтпес ауру жеңбесе әлі кәрілікке бой беретін түрім жоқ. Ауру жеңіп барады бірақ. Енді Алланың ісі ғой. Барлықтарға мына қызықтарың болса, бәрі қайырлы болсын. Жамандық болса, арты жақсылық болсын. Барлықтарыңызға ортақ айтарым, көз көргендерім, сендердің барлығыңды жақсы көремін. Келендерің сау болсын. Енді жаңа айтылып жатыр ғой, қайталаудың қажеті жоқ. Еңбектерің жемісті болып, осы қанаттарын жайыла берсін. Мына келіп жатқан, жаңада келіп жатқан мына ізбасарлар келіп жатыр екен, біздің жолымызды берсін. Бізден кейін тақап тұрған қарлығашпенен құралай енді соларға енді Алламандық беріп ауырмай жатқанай осы аттай шауып кетіңдер. Алла менің жолымды менің Çok следующий тарата беремін. Aslan Bey, потом сага разласın. Жашылыққа де бере сал. Жашып келейін бе? Ben direkten aytarsın diye de Ali Duran'ı serpiktik. Kızlarına getirdi. Yekler haram. Yok biz ağlamadınız. Şakir Efe'yle alasınız alın. Рахмет. Rahmet әпке, мынау енді орамалды мен өзімнің еркімменен Гүлбаданға тапсырамын. Құрметті бауырлар, құрметті көз көргендер ардагері ансамблінің қатысушылары. Көпшілігіңіз әрине танымайсыздар.
Мен Хамидан Нұркетбаев Орал деген. Десеңіздер, 53-ші жылы екен осы дворец культуры галереяға деп салынды кездерінде сарай. Содан 57-ші жылы осы алғаш құрылған хор коллективіне қатысқанның бірі мен едім. Ол кезде жаңа құрылған кез дирижер, көп дауысты хорға үйретуші Малавич деген ақсақал болды. Виктор Гаврилович и Николаевич Шарон деген болды. Міне осылардың тәрбиесінен өттік. Қазақша, орысша, қай тілде болса да бәрін тура. Музыкант адамдар ғой, бәрін жақсы. Өзінің алдында әріптеп отырды. Тәуба, мен содан бері мен 65 жыл бұл тарихи задейін. Ойларыңызды болсыншы. 65 жыл бір адам қатысқан емес. Жыл үзбей. Мына жерде Пилипенко деген дежурерлер болды, возможно, Ол кісі айтатын сөзі книга Гиннесаға жазуға болады. 65 жыл құрбатқа қатысты. Осы 58 қатыстым. Тәуба, бұл көркем өнерпаздар елді шыңдайтын, елді тәрбиелейтін үлкен орын. 1958 жылы Қазақстан Республикасы миллиардты тастады. Соның құрметіне де ол кезде бүкіл одақ республикалардың астанасы болған Москва қаласында қазақ ССР-ның әдебиеті мен өнерінің 10 күндік өтетін бол, соған дайындықты осы жерде бастады. Большой театрда 2 күн заключительный концерт берді. Шашу деген әні. Таңдансын әлем бізге алып таймыз, шалқимыз шат өмірде шарықтаймыз. Ән етіп күйді төгіп нөсерден туған жер біз саяңда шалықтаймыз. Еңбексүйгіш халқымыз, сертке берік салытымыз, алтын дәнді сыйға тартқан отан анам, батыр балам Қазақстан, гүл жайнаған